Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барлығымыз сүйіп жейтін голубцы тағамын дайындайтын боламыз. Өзімнің жасау тәсіліммен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда өте қызықты рецепттер бар, өтіп көрсеңіздер болады. Ең алдымен күрішті жылы суға жарты сағатқа салып жібітіп аламыз. Енді үлкен ыдысқа барлығын саламыз. Күрішті ет тартқыштан өткізілген етті саламыз. Үстіне пиязды майдалап туралап саламыз. Бір сәбізді үкіштің майда көзінен өткізіп саламыз. Кез келген көкөністерді пайдалансаңыздар болады. Укроп, кинза. Мен базиликті ұнатқандықтан базилик қолдандым. Майдалап турап, оны да саламыз. Сарымсақтың 2-3 тісіні осылай езіп салатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша салмасаңыздар да болады. Енді оның үстіне тұз саламыз, кориандр, қара бұрыш қосамыз. Енді осы жерде қызанақ қоссаңыздар болады. Мен томат пастасын қосқанды ұнатамын. Өте дәмді болады. Сондықтан 2 қасық томат пастасын қосып, барлығын жақсылап осылай қолымызбен араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Болгар бұрыштарын барлығын тазалап, осылай жуып, алдын ала дайындап қойған болуымыз керек. Енді осы салманы болгар бұрыштарының ішіне салып шығамыз. Қолымызбен кішкене осылай басып отырып саламыз. Қатты толтырмаймыз, және де қатты нығыздап салмаймыз. Бетін толтырып нығыздап салатын болсаңыздар, жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан жай ғана кішкене басып отырып салып шығамыз барлығына. Мен осылай қызыл, көк түсті болгар бұрыштарын пайдаландым. Өте әдемі болып шығады. Барлығын дәл осылай салып шығамыз. Міне дайын болды, барлығын салып болдық. Енді біз сорпасын әзірлейміз. Қазанды қыздырып, оған май құямыз. Үстіне бір пиязды туралап, салып, қызарғанша кішкене қуырып аламыз. Оның үстіне картоппен бір сәбізді де туралап, салып қуырамыз. Енді оның үстіне томат пастасын саламыз, тұзды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне су құятын боламыз. Суды көп құйып жібермейміз, басында азырақ құйып тұрамыз. Енді үстіне дайындап алған голубцыларымызды жайғастырып салып шығамыз. Сосын егерде су аз болса, үстіне тағы да құясыздар. Сорпасыны ұнатасыздар ма, ұнатпайсыздар ма, соған қарай суды аз көп етіп құйсаңыздар болады. Бетін жауып қайнағанша күтеміз. Міне қайнап шықты. Енді қайнап шыққаннан кейін астын баяу отқа қойып, лавровый лист салдым мен 2. Қапқағын жауып, баяу отта жарты сағат 20 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Қатты қайнап кетпеу керек, ашып қарап тұрасыздар. Қатты қайнап кететін болса, жарылып кететін болады біздің голубцылар. Міне пісіп шықты, өте дәмді, жұмсақ болып, ешқайсысы жарылып кеткен жоқ. Дәл осылай сорпасымен дастарханға тартсаңыздар болады, не болмаса өзін бөлек ыдысқа салып дастарханға тартсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, менің жаңа рецепттерімді көріп отырасыздар боласыздар. Менің арнамда тағы да басқа оңай, қызықты рецепттер бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.